Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ерекше пирогтың түрімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Бір жасағаннан шығады, дастарханыңыздың сәнін келтіретін пирог болады. Құрамын төменге жазып қалдырамын. Бізге қажетті заттар: 5-6 мандарин, 3 жұмыртқа, шекер, сұйық май, разрыхлитель, сүт және ұн қажет болады. Барлық заттарды алдын ала өлшеп алдым. Ең алдымен жұмыртқамызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің төменгі жылдамдығынан жоғары көтеріп отырамыз. Және шекерімізді аз-аздан 2-ге 3-ге бөліп саламыз. Осындай аппақ болып жұмыртқамыз көтерілгенде сүтімізді және сұйық майымызды құйып миксерлейміз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнның үстіне разрыхлительді салып, електен өткізетін боламыз. Ұнымыздың түйіршіктері қалмауы керек. Миксерлеп алған соң мандариндердің сырттарын тазалап ашып аламыз. Мандариндерімізді ортасынан 2 бөлікке бөліп, формамызға салып аламыз. Қалаған форманы пайдалансаңыздар болады. Мен домалақ форманы пайдаландым. Енді мандариндерімізді кесілген бетін теріс қаратып, ыдысымызға теріп аламыз. Және алдын ала дайындалған тестамызды үстінен құямыз. Бір тегіс етіп жайып аламыз және алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызарып піскенше пісіріп аламыз. Және піскенін тексеріп көрсеңіздер де болады. Тарелкамызға пирогымызды аударып, астына қаратып аударып аламыз. Дәл осылай. Біздің пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі ерекше. Столымыздың, дастарханымыздың сәнін келтіреді. Жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер және видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.